Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге шоколадты печенье дайындап көрсетемін. Видео сіздерге ұнайды деген ойдамын, соңына дейін қараңыздар. Алдымен бөлме температурасында еріп тұрған сары майға қантты салып араластырамыз. Жұмыртқа салып, тағы да араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн, қопсытқыш, какаоны араластырып, біздің жұмыртқа массамызға салып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Салмасына шоколадты салдым. Жанға қосуларыңызға болады, немесе ешнәрсе қоспай-ақ жасай берулеріңізге де болады. Егер де сонда да қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, аздап ұн сеуіп, осындай қолға жабыспайтын қалыпқа дейін келтіреміз. Бірақ та қамырымыз жұп-жұмсақ болуы қажет. Формаға пергамент қағазын төсеп, печеньяларымызды осылай дөңгелектеп қойып шығамыз. Менде шамамен 15 печенье шықты. Онан соң тоңазытқышқа жарты сағатқа жібереміз. «180 градуста 20-25 минут пісіреміз». Біздің печеньяларымыз дайын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, менің каналыма тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған балзия ас болсын.